Өте дәмді әрі тез желініп кететін капустадан салат дайындайтын боламыз, достар. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер, бірге жасап көрейік. Құрамы қарапайым ғана заттардан тұрады, бірақ дәмі сондай дәмі күшті, ерекше болады. Ең алдымен осылай капустамызды ұзынша етіп, әдемілеп тура болатын боламыз. Описание бөліміне астына қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек жазып қоятын боламын. Және де тұзымызды сеуіп, осылай капустамызды қолымыздың көмегімен мыжғылап алатын боламыз. Ал енді басқа да керекті көкөністерімізді осылай ұзынша етіп турайтын боламыз. Қызанағымызды, қиярымызды осылай жақсылап турап, ыдысымызға бәрін салып алатын боламыз. Кез келген мезгілде жасасаңыздар, өте дәмді әрі керемет салаттардың бірі. Қою тамақ жасаған кезде және осы салатты жасасаңыздар да болады. Және де достар, осылай керекті көкөністерімізді укроп, петрушка, кинза қостым мен. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, достар. Каналымда тағы да басқа әдемі салат түрлері бар. Қыстық банкалардың неше түрі бар. Қайнатпай жасалатын чертопалақ, қайнатпай жасайтын қатыратын малинаның видео рецептілері бар. Көрсеңіздер болады, достар. Ал енді керекті тұзымызды кішкене қасықтың ұшымен салып, жақсылап араластырып, дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Егер майонез ұнататын болсаңыздар, майонез, қаймақ қосып араластырып та жей берсеңіздер болады. Мен осылай 2 күнге салат жасап қойдым, және де шетінен осылай салып бөлек ыдысқа араластырып майонезбен жейтін боламыз. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап жеңіздер. Өте керемет дәмді болып шықты. Жолдасыма да, балаларға да, келген қонақтарға да қатты ұнады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, достар. Жаңа рецептілер шыққанда алғашқылардың бірі болып көріп отырасыздар. Комментарийге өз пікірлеріңізді жазып қойыңыздар, достар. Видео рецепті ұнаса, лайк басып қойыңыздар.